балаларды мұнай құбырына тастаған, ал Шеннонды сол маңдағы алыс емес жерде жерлеген. Қазір біз бір әйелдің денесін таптық. Сеніммен Шеннонның мәйіті деп айта аламыз. Бізде нақты тұжырымдар бар. Балалардың қайда екенін білеміз. Қазір оларды іздеу жұмыстары жүріп жатыр. Бұл ең қорқынышты қылмыс. Жоғалмастан 2 күн бұрын Шеннон күйеуіне ұлды болатынын айтқан. Ол өте қатты қуанған еді. Өте қорқыныштысы, Шеннон бұл қуанышты хабарды өзінің өлтірушісіне айтты. Ал бұдан қорқыныштысы шындықтың қандай болғанын білу. Ал шындық сіздерді таңғалдырады. Кристоферді қамауға алды. Ол әйелі мен 2 қызын өлтірді деген айып тағылды. Бірақ ол сонда да шындығын мойындамады. Сот үстінде өтірік айтуын жалғастырды. Кристоферге өлім жазасы тағайындалғанын білгеннен кейін бар шындықты айтудан басқа амалы қалмады. 2018 жылы 6 қараша күні бар шындық ашылды. Отбасын сақтап